Адал сауда. Индонезия елінің Гарантало шаһарының пайда болған 5 саудагер жайында әңгімені ең әуелі қала базарындағы сатушылар естіп білді. Әр тұтынушы түстеп танитын сатушылардың аңдыған баққандары сол емес пе? Сөредегі дүниенің асыра мақтап, қайтсе де ылдым-жылдым өткізіп жіберуге әбден дағдыланған адамдарды алдап зулап баюдың жолына шырақ алып түскен олардың бойын іштарлық қызғаныш сынды қызыл көз нәпсі жайлағалы қашан байқайды. Жаңадан келген саудагерлердің азық-түліктері мен жеміс-жидектері табан астында өтіп кетеді. Қалалықтардың тіпті үйме-жүйме болып кезекке тұрып жатқандарын көрмейсіз бе? Бұл нендей сиқыр япыр-ау! Бөтен елдің бөгде жандары жұрттың басын айналдырып дуалап қойған ба? Өзі. Затымыз өтпейтін болды. Аналарға тыйым салу керек. Басын оларын үндемеген сайын үндеп кетті. Тегін кісілер емес, сірә, деп шуылдасты. Сатушы саудагерлер. Қолдары жүрмеді. Заттары өтпеді. Бұл қырсықтың келімсек саудагерлерден келгенін сезген сайын ашу-ызалары бұрқ етті. Нәпсі қызғаныштар шыдатпай бас көтеріп әрекет жасауға құмбыл кірісті. Табандарыңды тайдырыңдар. Қайдан келсеңдер де сонда жөнеліңдер. Оңдырмаймыз, деп қоқан-лоқы көрсетті қала саудагерлері. Неге кетулері тиіс? Саудалары адал. Сендерге ұқсап таразыдан жемейді. Момын жандар, деп қала жұртшылығы шыр-пыры шыға адал, қарапайым кішіпейні жуас жас жұрттары қорғады. Дау-дамай ұрыс жанжал соңы жұдырыстасуға жетіп, төбелеске ұласты. Жергілікті саудагерлер жат жұрттықты соққыға жықты. Арашаға келген қазы 5 саудагердің басшысы Бахретдинді сұраққа тартты. Қайдан жүрген жансыңдар? Кімсіңдер? Біз мұсылманбыз. Алланың нәсібімен келіп қалған жайымыз бар. Мүлайым суын қараңыз, қолаңғылары келеді. Арам, деді қала саудагерлері айқайлап. Қазы қолын көтеріп шуылдақ жерлестерін тоқтатты. Тыныш жұртты неге сонша дүрліктірдіңіздер? Біз емес шырқ бұзған, деді бөгде жандар. Бір ауыздан. Жазығымыз жоқ секілді, неге бізді соққыға жықты екен? Менің де білмегім осы, деді қазы сабыр сақтап. Бахретдин әпендім, шыныңызды айтыңыз. Естуімше сіздердің саудаларыңыз жүріп кетіпті. Қала жұртшылығы өз сатушыларынан сат алуды азайтыпты. Осы рас па? Өтірігі жоқ. Ендеше бәрін жасырмай жайып салыңыз. Жұртшылықты қалай қаратып алдыңыздар? Нендей сыр бар? Онда ешқандай сырда, сиқырда жоқ. Біз қақ мұсылманбыз, әуелі жаратушы Алланың құлы, Хазіреті Мұхаммедтің үмбетіміз. Саудамыз адал, таразыдан әсте жемейміз. Сатқан затымыздың бүлінгені жарамсызы болса, жасырмай айтамыз. Ұнатпай кері қайтарса, қайтып аламыз. Кішіпейіл, қарапайым, елгезек болуға тырысамыз. Алпылдатып, жылпылдатып, шапшаң өткізіп жіберуді мақсат етпейміз. Содан болар біздің заттарымыз өтімді. Ал мұсылман үшін адал сауда жасау сауапқа жатады. Бахретдиннің уәжді сөзіне тоқтаған қазы бөгде 5 саудагерді қалада қалдыруға шешім қабылдайды. Кейіннен сол 5 саудагер арқылы Гороntalo шаһарының мұсылмандық кең тараған екен.